шақырған шақ. Армысыздар, құрметті Наурыз думанына жиналған қауым. Досқа құшақ ашайық, өлең жырға басайық. Қазақтың бір салты деп, тойға шашу шашайық. Ардақты ағайын, баршаңызды имандылық пен ізгіліктің шынайы үлгісі, бір-бірімізді бауырмалдық пен татулыққа шақырған жаңа жылдың хабаршысы әз Наурыз мерекелерімізбен шын жүректен құттықтаймыз. Қызғалдақтай көктемдей жайнаңыздар, ұлы күні ұтымды іс ойлаңыздар. Жаманшылық артты қалсын жоламасын, ал ендеше Наурыз тойын тойлаңыздар. Наурызда жақсы істермен өзгерейік, қуанышты жүзімізбен сездірейік. Қонақтарды қарсы алып бірге бізге келген, ал ендеше басшымызға сөз берейік деп. Құрметті қонақтар, құрметті Оңтүстік қалашық тұрғындары және қонақтары, бүгіннен кейін біздің әскери Оңтүстік қалашықта тұңғыш рет Айкөз гарнизонының басшысымен Наурыз мейрамы ұйымдастырылып жатыр. Айкөз гарнизонының басшысы Дәулет Құсанбайұлы Сүттібаевқа сөз береміз. Құрметті біздің Айкөз гарнизонының әскери қызметшілері, қызметкерлері, жанұялары, балалары бәріңізді осы Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Осы біз Оңтүстік қалашықта бірінші рет Наурыз мейрамын өткізейік деп әскери бөлім командирлерімен шешіп осы бүгінгі іс-шараны ұйымдастырып отырмыз. Бәрі сіздер үшін бүгінгі мына концертті тамашалаңыздар. Біздің бүлдіршіндеріміздің беделі бар, араларыңыздан ән айтады деген адамдар болса, сахнаға шығып ән айтуға болады. Спорттық іс-шаралары бар, жарыстар бар, съезд түрінен, спорттық түрінен жарыстар болады. Бүгінгі Наурыз мейрамын жақсылап, тойлап өткізіңіздер. Бәріңізге тілейтін зор денсаулық. Өйстіп әрқашанда елімізде, жерімізде осылай әрқашанда бейбітшілік өмір болсын. Осылай күніміз жарқырап, осылай бетімізден күлкі кетпей, әрқашанда мәз-мейрам болып жүре берейік. Бәріңізді осы Наурыз мейрамымен құттықтаймын. Құтты болсын. Ассалаумалейкум. Құрметті әскери қалашық тұрғындар мен қонақтар, сіздерде осы Наурыз мейрамы құтты болсын. Ана жыл отбасымызға тек қана жастық қалып келсін. Сіздерге денсаулық, қуаныш пен шаттыққа толы ұзақ ғұмыр, отбасына бақ береке, ашық аспан, шуақты келсін күндер тілеймін. Уважаемые жители военного городка, от всей души хочу всех поздравить с Новым годом. Наурыз, пожелать семьям тепла, счастья, любви, изобилия и домашнего уюта. Бәріңізге рахмет. Ақ сәуледей аралап аспан астын жайласын. Біздің әнге қосылып достарымыз сайрасын. Қансын әбден құмары, қарттар да бір жайнасын. Қыздырайық думанды, қыз жігіттер қайдасын дегеле 02-352 әскери бөлімі дайындаған халқымыздың салт дәстүрінің бірі бесікке салу көрінісімен 02-352 әскери бөлімі ортаға шақырамыз. Қазағымыздың салт дәстүрінің бірі бесікке салуды көрсетеді. Дәстүрлі ортада қол аяғы түзу, қалыпты жетілу үшін баланы шыттан тігілген матамен жөргекке бесікке бөлейді. Бала дүниеге келген соң кіндігі түспей тұрып, баланың денесін терлетпей, салқындатып тұратын шыт матадан тігілген жөргектен құндылықтайды. Арнайы тігілген екі жөргектің бірі бірінші жөргектің үстіне 1,5 қарыстай жоғарғы төселеді. Баланы бесікке бөлер алдында ыңқылдай отырып, ырымдап мәндері жыр жолдары айтады. Мойнымдағы тұмарым, тарқамайтын құмарым,
Құдай берген алсын деп, ал бесікке салсын деп, мойнымдағы маржаным, қорадағы мал жаным, бесігіне жата ғой, тәтті қоға бата ғой. Немесе бала жатсын бесікке, пәле қалсын есікте деп айтылған. Бесікке салар алдында тұштырма жасалады. Тұштырма бесікке жаңа туған нәрестені бөлеу рәсіміне орындалатын ырым қаделердің бірі. Ежелден бері қазақ халқы бесіксіз үйде береке жоқ деп жас отбасында өмірге келер сәбиді асыға күткен. Себебі бала ұрпақ жалғасы, өмірдің мәні деп білген. Жаңа туған нәрестені бесікке салу рәсімі жолы үлкен немесе елдің тәрбиелі өнегелі келіншектеріне тапсырылады. Алдымен бесікті отпен аластап алады да тұштырма жасалады. Ассалаумағалейкум, құрметті оңтүстік қалашық тұрғындары және қонақтар. Бүгінгі келіп жеткен әр наурыз мерекелеріңіз құтты болсын. Құрметті оңтүстік қалашық тұрғындары, бүгін сіздердің наурыз мерекелеріңізге орай келіп отырған, бүгін сіздердің қалашықтарыңызға келінсіз батыр екен. Ендеше сол келіннің беташар рәсіміне қош келдіңіздер. Ендеше жеңгелер мен келінді ортаға шақырамыз. Kendine жарайын, етін ашып келіннің көрімдігін алайын. Келін келдау көріңдер, көрімдігін беріңдер. Келін көрем дегендер, кәне маған еріңдер. Шашуды да шашыңдар, шампанды да атыңдар. Осағаға үйірмей берменірек келіңдер. Қараңдар, келін келіп тұр, келін үйге еніп тұр. Құтты болсын жарқыным, өтсін қызық әр күнің. Кісілерге үлгі боп үлкендердің алтының. Мақтан етсін өзіңдау, алысың мен жақының. Қосылсын теңмен, шыға білгін сенімнен. Айналайын десін жұрт, мұн осындай келіннен. Таныстырып өтейін жан жағыңды. Енді мен бақыттысың сененді, еңбекпенер атанған, риза етіп көбелді. Бүгінгі сенің аталарың гарнизон, аягөз гарнизоны басшыларына берін шырақ ой, бір сәлем. Айналайын ағалар, ағаны бәрі бағалар, ағаң болса әр кезде артық болар бағаңда. Бүгінгі Хош еметтеріңіз ағай. Гарнизон басшылар қайда екен? Салыңыздар. Әскери бөлім командирлеріне бір сәлем деп отыр. Бүгінгі 15-710 әскери бөлімнің командирлері ағаларына бір сәлем емес, 1000 сәлем. 1000 сәлем дейді, ол ендеше. Қайда екен? Әскери бөлім командирлер бет ашар болады. Бәрі сенің туысың, бәрі сенің ырысың. Тату болсаң туыспен арта берер ырысың. Ендеше келін осы көпшілікке ой, бір сәлем. Тау суындай тасайын, жырдан шашу шашайын. Рұқсат болса қалайық келдің бетін ашайын. Бір шыреті болса бала қошемет кетеді. Бәрекелді, ал енді шағайындар, келіндеріңіз құтты болсын, тойға келіңіздер, той құтты болсын.
senin sevgi olgan şartlarday Olganla gelir çoğaltıp senay avlanım Suretine karaptam salam Suyup senay en salam Suretine karaptam salam Özünüze canım en salam Özünüze canım en salam Karam külgenim Hasretliğim çay bilmeyenim ben belgenim Elliyle veren ağında başı oğlanlar Elimde oğlum veriyor gezip jürgenim Suretine karaktam sana Suyup senay en salam Suretine karaktam sana Özünüze canım en salam Özünüze canım en salam Suretine karaktam sana Özünüze canım en salam Yollarınızdan asla Kesur resmini gösterdim. Havlalımızlar 16-443 askeri bölümü. Тұсаукесер қазақтың бұрыннан ежелден келе жатқан салт дәстүрі. Кішкене сәби қас тұрғаннан бастап тезірек жүріп кетсін деген ырыммен жасалатын сондай әдет ғұрып. Тұсаукесер тұсауын, баланың тұсауын шапшаң тез жүретін адамға еліріп естіреді. Бүгінгі біздің тұсаукесерде жібіміз, тұсаукесердің жібіміз қызыл, жасыл және ақ. Ақ белгісі қызыл жібі. Байлықтың барлықтың белгісі жасыл түс ұзақ ғұмырлы болсын деген ырыммен осындай үш түрлі жіппен біз баламыздың тұсауын кескелі отырмыз. Қаз балам, қадамыңды бас балам, күрмеуіңді шешейін, тұсауыңды кесейін, бісміллә.
орындайтын әндеріңіз бақ. Орындайтын Ерасыл Үсенов, қарсы алыңыздар. Жағылсында көп мұзға, көңіліңде көп бұзға, дәсау баста өмірге шылап келген жоқпыз ба, қымбат кейін бағалас, сұрағаның жарамас, келгеніңді ұмытпа, бұл өмірге жалаңаш, ойырғанма кетпейді, күнде қайғы жетпейді, жетпейді қудыңды ешкімге де жетпейді, иманыңа беріп
рәсімі ол сахнада өтеді. Қойды сахнада көтертеміз. Сіздердің көздеріңізше, дайындалып тұрыңыздар. Қой көтеретін жігіттер сахнаға қарай келе беріңіздер сахнаның артынан. Қазақ осы орындайтын сарбаз жанат ғалым қарсы алыңыздар. Қадіріңізді қазақ осы әнін қабыл алыңыздар. Тойдан тойға жете берейік. Мереке құтты болсын. Айлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық той. Алғаш көріп досың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғаш рет көріп досың сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Шәйгүліктің құйрық жалы таралған, сүйетігін қазақ осы қараңдар. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы күй шығарып ән салып, көкпар тартып қыз қууға жаралған. Қазақ осы дала дейтін, күн дейтін, қазақ осы өнер алды тіл дейтін. Қазақ осы қарасын ба, ақсын ба, қоңырсын ба, жатырқауды білмейтін. Қазақ осы қарасын ба, ақсын ба, қоңырсын ба, жатырқауды білмейтін. Қазақ осы жайып жатқан қанаты, батыр халық, ақын халық дәл ақы. Қазақ осы өзім сіңген адамға, насыбайға болып бөлеп қалады. Қазақ осы құда бол деп қинайтын, құдаларын құдайыңдай сыйлайтын. Қазақ дүние мен малында, онды солды шашын үшін жинайтын. Қазақ осы дүние мен малында, онды солды шашын үшін жинайтын. Айлауында жүрген жігіт бағып қой, дос келді деп жасап жатыр анық қой. Алғаш рет көріп көрсің сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Алғаш рет көріп көрсің сен оны, нағыз қазақ осы міне танып қой. Рахмет. Тамашада қошеметтеріңіз, алдарыңызда сарбаз жанат ғалым. Ал енді құрметті қонақтар және оңтүстік қаласы тұрғындары, алдарыңызда қой көтеру рәсімін бастасақ па деген ниетіміз бар. Ал енді қой көтеру рәсімі дайын болыңыздар. Керейбаев, сіз ба? Атыңыз кім? Керейбаев Айдар, сәттілік тілеп қояйық. Баста. Сіздер қошеметтеп отырыңыздар. 3, 4, 5, 6, аспандар, 7, 8, 9, 10. Қошеметтеп қойыңыздар Айдарға. 51, 52, 52, 53, 53, 54, молодец, 55, 55, 3 минут уақыт өтті. 55 болды. 56, 57, 58, 59, 59. Hoppa! 59. Düştü mü? Vakit var. 59. Alpız. Oldu mu? Oldu deydi. Alpız. Kereybaev Aydar 18'den askeri verildi. Alpız direkt götürdü.
Қошеметтеріңіз шапалақтап қойыңыздар. Рақым дейді. Қай жастан екен? 18-ден Рақым қайда? Рақым Өркен. Дайын ба? Уақыт сәскенді деп бастаймыз. Кеттік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 санаймыз балалар. 9, 10. Stop. 71. Уақыт бітті. 71 рет. Қадыр молда деген кім? Наканса отырамыз. Наканса. 3. Наканса. 4. Наканса. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Молодец. Шапалақтап қойыңыздар, қошемет. 34, 35, 36, 37. Сахнада түсеңіздер, 38, 39, 40. Молодец, Берек, ай жарайсың. 131. 131 рет көтерді. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20. Ясқа қошеметтеп қойыңдар, 90 рет көтерген. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 30 секунд уақыт қалды. 98, 99, 100.
100. Hay jaraysin. 101. 102. 103. 104. 105. 106. Stop. 106 öğreniz. 3, 4, 5, 6, 7. Alpız, atletke koşemet. Yemek oturыңыздар. Tankistler қайда, atletke koşemet көрсетеміз. Ешкімнен сескенбес. Давай, атлет. Енді шүр өстесе? Давай. 105. Давай, бірлес. Стоп. Уақыт. 106. Үшінші орын. 105. 105. 3, 4, 5, 105. Неге жетпей қалды? Неге жетпей қалды рекорд жаңаруына? Уақыт қанша деп тұрғанша көтере беру керек. Сонда рекорд жаңарар еді. 129. Нұршайықов Азамат. Келесі. Алып отырамыз. 61. 105 уақыт. Стоп. 105. Ай,